күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің кезекті рецептім шығып жатыр. Супер полезный овсяные батончики деп аталады. Қазақшасын өкінішке орай білмеймін. Керекті ингредиенттердің тізімін видеоның астына описаниеде қалдыратын боламын. Әдеттегідей іске кіріспес бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді іске кірісейік. Заттарымыздың бәрін алдын ала дайындап аламыз. Мен орешкелерді кішкене ұсақтап турадым. Сухофруктілерді жуып, құрғатып алдым. Және де қызып тұрған табаға овсяный хлопьямызды және де орешкеді салып, кішкене бір 5-10 минуттың көлемінде құрғатып аламыз. Батончиктеріміз тістегенде бір хрустящий болу үшін. Міне осылай баяу отта тоқтамастан қасықпен немесе силиконовый лопаткамен араластыру арқылы осылай құрғатып аламыз. Міне овсянкамыз дайын болды. Орешкеміз де овсянкада кәдімгідей құп-құрғақ болып қалды. Қыздырып алғаннан кейін. Оны енді үлкендеу, кеңдеу ыдысқа салып, неге кеңдеу деп жатырмын, себебі біз қазір үстіне салып бәрін араластыруға ыңғайлы болу үшін. Ал енді оның үстіне алдын ала жуып құрғатып дайындалған кептірілген жемістер, яғни мен курага мен черносливті алдым. Осыларды ұсақтап турап алдым. Сіз өз қалауыңызша немесе ірілеу қылып турауыңызға болады, немесе ұсақтау қылып турауыңызға болады. Оның үстіне изюмды, яғни мейізді салдым. Жалпы дәл осы видеодағыдай жемістерді құрғатылған немесе осы орешкелерді пайдалану міндетті емес. Өзіңіздің қалауыңызша, өзіңізге ұнайтын құрғатылған жемістерді пайдалануыңызға болады. Мен мұнда курага, изюм және черносливті пайдаландым. Ал орешкеден грек жаңғағы мен қуырылған соленый арахисті пайдаландым. Оны бір шетке алып қоя тұрамыз да, міне медпен, яғни балмен қантымызды баяу отта, түбі қалыңдау ыдысымызда газге қойып араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше оның үстіне сары майымызды қосамыз. Сары май міндетті түрде 72%-дан жоғары болғаны дұрыс. Астын баяулатып қойып, қанты ерігенше шоколадымызды ұсақтап турап аламыз. Мен сүтті шоколадты пайдаландым. Сізге егер сүтті шоколад ұнамаса, оның орнына темный шоколад пайдалануыңызға болады. Достар, негізі жаңа ескертіп кететін жайт, просто видеоға түспей қалды ол. Жаңа бал мен қанты ерігеннен кейін мен оның үстіне тұзбен, жарты қасық тұзбен, жарты қасық ванильді қант қостым. Ол өкінішке орай видеоға түспей қалды. Міне осы овсянканың үстіне ысылай құйып, ысылай араластырып алған жөн. Егер сізге ыңғайлы болса, қасықпен араластыруыңызға болады. Маған ыңғайсыз болғасын қолмен араластыра салдым. Мүмкіндікті пайдалана отырып, овсянканың пайдалы қасиеттерімен де бөлісіп кеткім келіп отыр. Жалпы овсянканы шаш пен тырнақтың өсуіне жақсы пайдасын тигізеді дейді. Ал теріге, ол терінің серпімділігін арттырады екен. Және де қан құрамындағы қанттың мөлшерін азайтып, организмдегі артық сұйықтықтардан арылтуға мүмкіндік береді екен. Міне овсянканың үстіне шоколадты қосып, тағы да араластырамыз. Шоколадты салғаннан кейін овсянкамыз жылы болғандықтан шоколад ериді, және овсянкаге бір шоколадный вкус және де бір қоңырлау, сарғыштау түс береді. Мендегі бар ыдыстар осы болды. Міне осындай 4 бұрышты 2 ыдысқа салдым. Биіктігі примерно 1 сантиметрдей қылдым. Және де айта кететін жайт, осы ыдысқа саларда астына міндетті түрде фольга немесе пергаментный бумага төсеңіздер. Себебі қатырғаннан кейін, холодильникке салып қатырғаннан кейін ол ыдысқа жабысуы мүмкін, кескен кезде алынбауы мүмкін. Сондықтан ыңғайлысы астына міндетті түрде пергамент төсеңіздер. Манағы ішіне араластырған құрғатылған жемістер мен шоколадтардан кішкене бір қасықтай алып қалып, мен бетіне әрлеуге осылай алып қалдым да, ең соңында осылай бетіне салып әр жерінен қасықпен басып шықтым тағы да.
бетін тегістеп алған соң холодильникке міндетті түрде 2-3 сағатқа салып қоюымыз керек. Овсянканың тағы да бір жақсы қасиеті ол асқазан ішек жолдарының қызметіне оң әсер тигізіп, ас қорыту жүйесін қалпына келтіреді екен. Жіпке тізіп айта берсек, негізі овсянканың пайдалы қасиеттері көп. Міне 2 сағат өтті, сіздерге кесіп көрсетейін деп отырмын. Бұл астың қаншалықты пайдалы екені айтпай-ақ көзге көрініп тұр деп ойлаймын, себебі құрамында қаншама овсянкадан бөлек қаншама дәндер, қаншама құрғатылған жемістер бар, организмге мықты пайдалы. Егер рецепт сізге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, сұрақтарыңыз туындап жатса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беруге тырысатын боламын. Және де видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.